Амастырма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Гипотезалардың бірі бойынша гравитациялық күштердің әрекетінен жұлдызаралық ортаның сығылуынан жұлдыздар пайда болған ғарыш тозаңының тығыздығы 2,10-17 килограмм бөлінген метр куб болатын орасан зор сфералық бұлттың жұлдыздардың пайда болу уақытын бағалау керек. Сығылу кезінде бөлшектер бір-бірінен озбайды деп аламыз. Массасы м-нөлевой тозаң бөлшек бұлттың центрінен ер қашықта болсын. Оған тек радиусы ер сфераның ішіндегі тозаң массасы тарапынан ғана күш әрекет жасайды екен. Осы әрекет жасайтын күш осы м-нөлевой тозаңға центрге тартқыш үдеу береді екен. Яғни F тең болады ема центрге тартқыш үдеу береді. Бұл күш гравитациялық күш болып есептеледі балалар. Ж м-нөлевой бөлінген ер квадрат. Және ол центрге тартқыш үдеудің формуласын білеміз. В квадрат бөлінген ер 2 мен 3-ті ескеріп отырып, біз бірінші формуланы қайдан өрнектеп жазайық? м-нөлевой ер квадрат м-нөлевой в квадрат бөлінген ер ары қарата ер мен ерді қысқартайық, м-нөлевой қысқартайық. Сонда қалғанын жазайық. Осыдан В тең болады түбірасында Ж ер деген формула шықты. Жылдамдық формуласын қорытып шығарып алдық. Енді бұл жерде сферадағы сфераның сферадағы бөлшектің массасы өзгермейді. Өйткені олар бірінен бірі озбайды деп есептедік. Сондықтан оның массасын есептеп шығарайық. Ро көбейтілген В болады. Ро сфера дегеніміз шардың көлемі 3/4 пи ер куб болды. Яғни сферадағы тозаңның массасы 3/4 пи ер куб көбейтілген ро болды. Бұл біздің 7-ші теңдеу болды. Енді осы бөлшек тарапынан ол центрге қарата құлайды. Біздің енді мақсатымыз оның бәрі бір жерге жинақталып құлау ғой. Құласа, онда Кеплердің 3-ші заңына сәйкес формуланы жазуға болады. Кеплердің 3-ші заңы. Яғни бұл жерде созылыңқы эллипс бойымен құлайды. Бұл жерде онда ер куб бөлінген Т1-дің квадраты, ер бөлінген 2-ның кубы бөлінген Т2-ның квадраты деп жазуымызға болады екен. Енді Т1-дің Т2 қатынасын алайық балар. Т1-дің Т2 қатынасы квадраты бізде ер куб бөлінген ер куб 2-ның кубы 8 болады. Кубпен куб қысқартайық, сонда 8 қалды. Бұл жерден Т1 мен Т2-ні өзін өрнектеп шығаратын болсақ, онда түбірасында 2 көбейтілген 2 болып шыға келеді екен. Бұл біздің 9-ші теңдеу болсын. Осы жерден Т2-ні тауып алайық балар. Т2 дегеніміз Т1 бөлінген түбірасында 2 көбейтілген 2 болды. Біз және балар жылдамдық формуласын өрнектеп шығарғанбыз. Жылдамдық енді шеңбер бояма қозғалыс кезінде жылдамдық формуласы 2 пи ер бөлінген Т1. Бұл біздің 11-ші. Осы жерден Т1-ді өрнектеп шығарып алайық балар. Т1 тең болады 2 пи ер бөлінген В. 2 пи ер. В дегеніміз түбірасында Ж бөлінген ер. Барлығын түбірдің ішіне кіргізейік балар. Сонда 4 пи квадрат ер квадрат бөлінген Ж көбейтілген ер. Сонда ер куб деп бірден жасайық мына жерге. Ер куб болды. Сонымен Т1-дің формуласын қорытып шығардық. Т1 тең болады 4 пи квадрат ер куб Ж еміз 3/4 пи ер куб көбейтілген ро массаны ашып жатырмыз балалар.
2 пен 2 қысқартайық, пи квадрат пен пиді қысқартайық, 4 пен 4 қысқартайық, 3-ге барады. Сонда үстінде 3π, астында ро ж деген осындай формула шықты. Өте ықшамдалған формула шықты. Сонымен Т1-дің формуласын басымен аяғын біріктіріп жазып жіберейік. Сонда 3π бөлінген ро ж турасында. Енді Т2 дегеніміз Т2 Т1 бөлінген турасында 2 бөлген 2. Бұны біз білеміз, 15. Енді жұлдыздың пайда болу уақыты осы периодтың жарысына тең екен. Т бөлінген 2-нің жарысына тең екен. Онда бізде Т1 бөлінген турасында 2 көбейтілген 4 болады. Т1-ді орнына қойып жазайық. Сонда 3π турасында 2 ро ж көбейтілген 1 бөлінген 4. Т тең болады 3π 2 ро ж 1 бөлінген 4 тең болады 3 көбейтілген 3/14 бөлінген 2 көбейтілген 2 10-ның минус 17 дәресі килограмм бөлінген метр куб, 6/67 10-ның минус 11 дәресі ньютон көбейтілген метр квадрат бөлінген килограмм квадрат тең болады. Егер бірлігі шықса, онда есебіміз шықты деген сөз. Килограмма біреу қысқарады, метр мен метр куб біреу қалады. Ньютон дегеніміз килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадрат. Сонда метр мен килограмм қысқарады, секунд квадраттан секунд шығады. Бірлігі шықты. Дәрежесі минус 17-ге минус 11-ді қосамыз, минус 28, одан 10-ның 14 дәресі секунд шықты. Өздеріңіз асықпай есептеп аласыздар. 0,15 екен бала. Сонда Т тең болады 1,15 10-ның 13 дәресі секунд екен. Бұл жылға айландыратын болсақ, бұлар Т тең болады 4,15 10-ның 5 дәресі жыл екен. Яғни біздің осы тозаң бөлшектен жұлдыздың пайда болу уақыты 4,15 10-ның 5 дәресі жыл екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.